Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындайтын, күріші бір-біріне жабыспай шашыраңқы болып пісетін ең дәмді палау рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, видеоны аяғына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең дәмді палауды дайындау үшін бүгін мен жылқы етін пайдаландым. Қызып тұрған майға жылқы етін салып, жақсылап екі жағынан қуырып аламыз. Содан соң ұсақтап туралған жуамыз бен сарымсағымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Сәбізімізді турап дайындап аламыз. Етімізді шамамен 10-15 минут бұқтырған соң, сәбізді салып, жақсылап қуырамыз. Сәбізіміз жақсылап қуырылған соң, тұз саламыз, Вегетта маркалы әмбебап дәмдеуішті қосамыз. Жақсылап араластырып, кішкене су құйып, 100-150 миллиграмдай етін бұқтырамыз. Күрішіміз жабыспай шашыраңқы болып пісуі үшін алдын ала жуып 15-20 минуттай кептіріп қоямыз. Етіміз шамамен жарты сағаттай бұқтырылған соң күрішті салып, су құямыз. Суды өте көп құймаймыз. Күріштен кішкене көтеріліп тұрса болды. Суды құйған соң қасықпен тегістеп, осылайынан кішкене ғана өлшеп аламыз. Қасықтың жартысындай ғана асып тұру керек. Суы әбден тартылған соң, күрішімізді осылайынан араластырып, жақсылап, бетін жауып, тағы да 20-30 минутқа асын өте баяу отқа қойып қоямыз. Менде 20 минут уақыт өтті. Міне осындай керемет шашыраңқы әдемі күріш дайын болды. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен апта сайын түрлі тағамдардың рецептісімен бөлісетін боламын. Күрішімізді табаққа осылайынан әдемілеп салып, етін турап, аскөкпен жуамен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.